қонаққа бару, қонақ күту және де дастарханның басында отырғандағы әдептері жайлы оқитын боламыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. ولا يرفع صوته بالحمد لله إذا فرغ من الطعام وكان في ضيافة إلا أن يكون جلساؤه قد فرغ من الأكل. Қонақта болатын болса, тамақ ішіп болғаннан кейін даусын жоғары дыбыспенен альхамдулилля деп айтпау керек дейді, болмайды дейді. Егерде басқалар тамақ ішіп жатқан болса дейді, олардың ұялмауы үшін. Мысалы, сіз тамақ ішіп болдыңызда альхамдулилля десеңіз, қалғандар жеп жатып ұялып қалады, жемей қалуы мүмкін. فَإِنْ نَسِيَ الْبَسْمَلَةَ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ. Егерде тамақтың ең алдында бисмилля айтуды ұмытып кеткен болса, онда есіне түскен кезде бисмилля ауалуху ва ахируху, басында да соңында да бисмилля деп айтасыз. Ва ғуслул фам қоблал акл лайса суннатун дейді. Ауызды шаю тамақтың алдында сүннет емес дейді. Біз мына соңғы сабақта қолды жуу тамақтың алдында сүннет деген нәрсені оқыған едік. Енді мынау ауыз шаю болса сүннет емес, бірақ та тамақтану әдебінен дейді. Ауызды шайып аласыз. Ләкин якраху лил джунуб қоблаху дейді. Жүніп болған адамға ғусул алмай жатып тамақ ішу мәкрух болады дейді. Не үшін? Лианнаху юрисул фақр дейді. Өйткені ол пақырлықты тартады дейді. Егерде сізді бір мезетте екі адам шақырған болса қонаққа, кімге барасыз? Екеуінің қайсының үйі сізге жақынырақ болса, соған барасыз. Егерде мәртебелері бірдей болса дейді. Егерде мәртебелері әртүрлі болса, мәртебе деген кезде бұл жерде қандай мәртебе? Бір адам сізге туысқан болуы мүмкін, біреу досыңыз болуы мүмкін. Егерде екеуі бірдей шақырып қалып, біреусі жай жамағат болсын дейік, екіншісі туысқаныңыз болса, туысқаныңызға бірінші барасыз. Жаңағы алыс жақынға қарамайсыз. Екеуі де жамағат болса, онда кімнің үйі жақынырақ, соған бірінші барасыз дейді. Ва та'жилу ту'ам من إكرام الضيف فإذا حضروا وتأخر واحد أو اثنين عن الوقت الموعود فإكرام الحاضرين أولى дейді. Қонақты шақырған кезде тағамды ертерек беру бұл қонаққа деген құрметтің белгісі дейді. Бекітілген уақытқа бәрі жиналып қойып, бір-екі адам ғана келмей қойса, мысалы күтіп жатсыз бір-екі адамды, ол кезде тамақты кешіктіруге болмайды дейді. Тек қана қандай жағдайда болады? Әлгі кешігіп жатқан адам кедей адам болса дейді. Қараңыз, шариғатымыз кедейдің көңіліне қалай қарайды. Егерде кедей кешігіп жатып, тамақ бастап кетсе, ол ішінен не ойлап қалуы мүмкін? Мен кедей болғасын, мені күтпеді деген ой болмау үшін. Немесе тағы бір адамдар болады, олсыз егерде тамақ жеп басталып кетсе, сіз білесіз де ол ренжіп қалатындығын. Үлкен аталар, мысалы сондайлар болса, онда оны күтуге, жаңағы қонақтарға тамақты кешіктірудің айыбы жоқ дейді. Сіз қонаққа бардыңыз. Қонаққа барған кезде үйден әлгі сізді шақырған үй иесінің рұқсатынсыз және де оның разылығын алмай үйден шығып кетпейсіз дейді. Валя ястанис лил хадис дейді. Илля ан южлис раббил байт. Керісіншесін айтып жатыр. Ұзақ әңгіме айтып отырып алмау керек дейді. Қонаққа бардыңыз, 1 сағат, 2 сағат отырдыңыз, сосын кететін уақытта әңгімеден әңгіме шығарып отыра бермеу керек деп жатыр. Тек қана қай кезде, егерде үйдің иесі сізді отырғызып қойып, сізге айтса, әңгіме айтыңдар қонақтарға десе. Ва иза фарау минат туам ва истазану янбағи ан ла ямнаухум дейді. Қонақ күтіп жатқан адамға айтып жатыр. Тағам ішіп болғаннан кейін кейбіргі адамдар рұқсат беріңіз, мен жаңағы үйге баруым керек екен десе, сол адамға жоқ бармайсың, жоқ отыр деп жаңағы мәжбүрлеуге болмайды. Вала яд'у мин дажин вахидин ал-аб дунал ибн вал ах дуна ахихи иза кана кабиройни фа инна залика джафаун дейді. Бір үйден егерде әкесін шақыратын болсаңыз қонаққа, баласы егерде үлкен болатын болса, жасы, баласымен қосып шақыру керек дейді. Баласы кішкентай болса проблема емес. Немесе екі бауыр, екеуі үлкен, ағасын шақырып, інісін қалтырып қою дұрыс емес дейді. Шақырса екеуін бірдей шақыру керек деп жатыр.
Бұл егерде олай істемесеңіз, әкесін шақырып ұлын қалдырып қойсаңыз, бұл қатыгездіктен болады дейді. Ва минал адаб, енді әдептерден болады, ән ла яхуз ад-дойф ахсанал мавадих ва ла ятасаддар бәл ятавада дейді. Қонаққа келген кезде бірден қонақ әлгі ең жақсы орын, ең жаңағы төрге ұмтылу дұрыс емес дейді. Болмайды деп жатыр. Ол әдепсіздік. Абу-Лайс ас-Самарқанди деген фақих айтып жатыр. Яджибу аля дойф арбаа ашия дейді. 4 нәрсе қонаққа келген адамға міндет болады дейді. Ең біріншісі, кіре салған кездегі алдындағы бос орынға отыра салу дейді. Төр іздемеу. Екіншісі, ва ан ярдо бима қуддима илайхи, алдына келген асқа риза болу, сынамау. Ва ан ла яқума илля би изни сахибил байт, тұрған кезде тамақтан тек қана жаңағы айттық қой, үй иесінің рұқсатымен тұру дейді. Ва ан ядғу лаху иза хараджа, үйден шығып бара жатқан кезде жақсы бір игі дұғаларды жасау деп жатыр. Төрде отырған қонақтар орындарынан тұрып сізге келіңіз, жоғары жаққа отырыңыз десе, не қыламыз? Отырамыз ба? Отырмайды деп жатыр. Не қылады? Қарапайымдылықты сақтау керек дейді. Үйдің иесі өзі білет, кімді қай жерге отырғызу. Үйдің иесі келіп сізге, бәке, мәке, келіңіз, мына жерге отырыңыз, мынау сіздің орныңыз дейтін болса, сол кезде ғана барып төрге отыруыңызға рұқсат деп жатыр. Ва яъкулу би саласа асабих ибхам вал мусабба вал вуста дейді. Жеген кезде сүннат болады, 3 саусақпен жеу дейді. Бір саусақпен жеу болмайды дейді. Бұл деген жеркеніштің белгісі дейді. Жеркеніп жеп атқан сияқты былай. 2 саусақпен жеу былай, бұл тәкаппарлық дейді. Ал 3 саусақпен жеу бұл сүннат дейді. 4 саусақпен немесе 5 саусақпен жеу бұл не деп жатыр? Тойымсыздық дейді. Адамның сондай бір көп жеуінің белгісі дейді. Тамақ ішіп жатқан кезде мына жүзі жан жаққа қарамау керек, оңға, солға. Тамақ ішіп жатқан адамның жүзіне, өзінің алдындағы тағамға қарап, өзінің ішіп жатқан тағаммен ғана айналысу керек дейді. Басын былай жоғары қаратпайды, аузын бетіп айқара қатты ашпайды дейді. Тамақ ішіп жатқан кезде денесін немесе киімдерін ұстамайды дейді. Егерде түшкіретін болса, немесе жөтелетін болса, онда дастарханнан бетін бұрсын дейді. Жүзін бұрып, төмен қарап, немесе аузын жапсын дейді. Тағам келетін жаққа қайта-қайта қарай бермеу керек дейді. Мысалы, кухня ғой бізде. Кухнядан тамақ келеді, тамақты күтіп қайта-қайта бет қарай беруге болмайды. Ол да бір әдепсіздік деп жатыр. Тағамды, ауызға салған тамақты шайнап, ары қарай жұтпайынша екінші қасықты ауызға салмау керек дейді. ويرفق رفيقه في القصعة ولا يقصد أن يأكل زيادة على ما يأكله فإن ذلك الحرام дейді. Мына үлкен табақта табақтастар болады бірнеше адам. Сол кезде адамның ниеті әлгілерден қарағанда көбірек жеп қояйын деген ниет болса, бұл харам дейді. Табақтас болған адамға сондай құрметпен қарау керек. Және де мына жерде айтып жатыр, тек қана егерде оның өзінің рұқсаты болса, мысалы тамақ ішіп алдыңыздар да, ол тұрады да, мен тойдым, бауырым мынаны жей сал дейтін болса, сол кезде жеуге болады деп жатыр. Бәл ямбағи ан яқсидал ифар дейді. Бұл жерде ифар жасау керек. Ифар деген не? Басқа біреудің, басқа адамның мүддесін өзінің мүддесінен жоғары қою. Мысалы табақтас болып отырсыз, ортада бір ет тұр да, жегіңіз кеп тұр өзіңіз. Бірақ та не қылар? Жанындағы адамға сіз жеңіз деп итеріп қоясыз. فإن قال لرفيقه نشته ورغبه في الأكل وقال له كل لا يزيد على قوله كل 3 مرات дейді. Сіз жеп жатсыз да, жаныңыздағы адам тамақ ішпей отыр, тәбеті болмай отыр, немесе ұялып отыр мүмкін, оған тамақ іш деп, оны не қыласыз? Ынталандырып отырасыз дейді. Бірақ та сіздің ынталандыруыңыз оның мазасын алып жүрмейтіндей болу керек дейді. 3 рет айтып, не қыласыз? Шектелесіз дейді. Алып отырыңыз, ішіп отырыңыз, алыңыз деп 3 рет айтасыз, ары қарай айтуға болмайды. Өйткені айта берсеңіз, ол не болады? Қинау және де шектен шығу болып есептеледі дейді. Ва ямнау минал халаф аля туам лиқаулихи аль-Хасан ибн Али радиаллаху та'ала анхума дейді.
тағам менен ант ішуге рұқсат болмайды, тыйым салып жатыр. Нан ұрсын, тұз ұрсын деген сияқты нәрсені айтуға болмайды. Өйткені Хасан ибн Али не деп айтты, радиаллаху анхума, ол айтады, тағам дейді, оны менен ант ішетіндей қымбат нәрсе емес дейді. Антты тек қана кім? Алла тағаланың атымен ғана ант береміз. және де ат-туам ахван ва ла якуму ани туам илля ан яқди хажатаху ва ла якуму ли ахадин алал маида дейді. Жаңағы дастарханнан тек қана қашан тұрамыз? Қарынды тойғызып болғаннан кейін ғана тұрасыз. Қарын тоймай жатып дастарханнан тұрып кетуге болмайды дейді. және де мына жерде айтып жатыр, егерде дастарханға жаңа ең басында айттық қой, бір құрметті адам келіп қалса да, өзіңіздің орныңызды босатып, тұрып кел мына жаққа отыр деп тұруға болмайды деп жатыр. Тек қана тоймай жатып қай уақытта болады? Кім айтады? Тоймай жатып дастарханнан тұруға білесіздер ме? Намаздың уақыты егерде шығып бара жататын болса, сіз тоймасаңыз да не қыласыз? Тоқтай тұр десе, тамаққа барып, намазыңды оқып, сосын барып тамағыңызды жалғастырасыз.